Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай мамасына және қызына арналған осындай комплект тігетін боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Кез келген созылмайтын матадан тіксеңіз болады. Мен бұл жерде турецкий барқытты қолдандым. Бас өлшемі 57 см. Бастың өлшеуді алдыңғы тақияның тігудің видеосында көрсеттім. Астына ссылкасын тастап кетемін. Сол жерден көрсеңіздер болады. Төбесінде көрсеткен мысалдарды көріп алыңыздар жақсылап. Үстіп матамыздың астына осындай дублерин жабыстырамыз. Матамыздың ұзындығы 58 см. 57 см бас киімге арналады. Сондықтан 1 см қостық, 58 см деп аламыз. Ені 11 см. Міне үтікпен клейлеп алдық дублериндерді. Матамыздың шеңберіміздің центрін үстіп тауып аламыз. Общий ұзындығын мені өлшеп көрсетем. Радиусы 9,5 болғандықтан общий шеңбер 19 см болып тұр. Ұзын матамызды да үтікпен басып аламыз дублеринмен. Ортасынан өстіп басуымыз керек. Қараңыздар. Міне осындай кусогымыз болады. Енді ашып, екі шетін бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Міне қараңыздар, осылай болады. Міне осылай тігіп алдық. Енді қайыра берсек те болады. Енді осы дөңгелегіміздің сантиметрмен өлшеп шығамыз. Неше сантиметр болған? 57 сантиметр болу керек. Осы 57 сантиметрімізді шеңберімізге түсіреміз. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Осылай белгілеп аламыз. Екінші шеңберді тура осылай кесіп аламыз. Қырыққан жерімізді осылай қосып тігіп шығамыз енді. Екеуін де тігуіміз керек. Міне осындай болып шығады. Енді бір-біріне теріс жағынан беттестіріп, үстінен басып тігіп шығамыз. Көрсетілген сызықтары бойынша 4 жеріне қарай тігіп шыққан дұрыс. Кейін қалаған узорыңызды бетіне сала бересіз. Өздеріңіздің қалауыңызша. Міне осылай көрсеттім. Қараңыздар. Бордың көмегімен үсті формасын сызып аламыз. Керек формамызды. Үстінен простая строчкамен тігіп шығамыз. Қалаған форманы істесеңіздер болады. Міне үстіп істедім. Енді бір-біріне қосып, ең бірінші ортадағы ең главный сызықтарын тігіп шығамыз осылай. Жылжып кетпес үшін. Міне тігіп болдық, осындай болып шықты. Енді біз оны жалғаймыз. Ол үшін екінші кусогымызды алып, бір шетіне ғана тігеміз. Осылай ашып аламыз. Оң жағына беттестіріп тігеміз. Артында тігілген қалың жағын шеңбердің қалың жағына келтіреміз. Осылай айналдыра тігіп шығамыз. Дайын күйінде осындай болып шықты. Енді матамызды қайырамыз. Енді қайырған жерімізді шеңбермен жалғанған жерімізге ішіне қарай қайырып,
көрінбей тұратындай етіп. Қол жіппен немесе машина жіппен бір строчка қылып жүргізіп шығамыз. Қазір көрсетем сіздерге қалай екен. Міне қараңыздар. Ішкі жағына кіргізіп жіберу керек. Мынау шошайып көрініп тұрмау керек. Осылай кіргіземіз. Кішкене бір 2 мм қайырып, 2 мм қайырып, осылай машинкамен жүргізіп шығамыз. Егер қиналып атсаңыздар, бірінші қол жіппен пішіп алыңыздар. Дайын тақиямыз осындай болып шықты. Енді бетінен тағы да сәндік мақсатта тек қана ішін қол жіппен тігіп шықтым. Сыртынан көрінбес үшін. Енді сәндік мақсатта бұлай ұзынша сызықтармен тағы жүргізіп шықсаңыздар болады. Осылай. Міне осылай жүргізіп шықтым. Бұл барлығы өздеріңіздің қалауыңызша. Бұл сәндік мақсатта тек қана. Енді бетіне этнотахия жасау үшін мынандай моншақтарды жабыстырып шығамыз. Бұл да өздеріңіздің қалауыңызша жасайсыздар. Және де кішкентай балаға тіккен кезде, оны да тура осылай тігеміз, бас өлшемін аламыз, бас өлшеміне 1 см қосып матамызды қырқып аламыз. Шеңберді тура осындай радиусына 0,2 см алып, әр сантиметріне 0,2 см алып, керек өлшемді шығарып аламыз. Сол кезде осындай тақия шығады. Ол да баланың басын өлшеп алу керек алдымен. Кез келген өлшемде жасай бересіздер осылай. Сіздермен болған Маржан. Келесі видеода кездескенше, егер видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Келесі кездескенше.